Қадірлі көрермендер, эфирде Эколайф экологиялық телебағдарламасы. Бүгінгі шығарылымда біз Ақтау қаласының таңғажайып табиғи мекені Қаракөлге саяхат жасаймыз. Бұл жер сирек кездесетін құстардың еркін қалықтайтын мекені. Әлем оны тануға дайын ба? Бірге анықтайық. Осы және басқа да сұрақтарға жауап беру үшін сөз кезегін әріптесім Өтеген Іңкәрға береміз. Қазақстанның табиғатында ерекше жерлер көп. Бүгін біз республикалық мәні бар Қарақия-Қаракөл зоологиялық қаумалының бөлігіне Қаракөлге келдік. Бұл жер табиғаттың інжу маржаны, бірақ әзірше тек қана Қазақстанға ғана танымал. Ал бұл әділетті ме? Қаракөл Каспий маңындағы құстардың сирек кездесетін түрлері мекен ететін жалғыз жасанды көл. Бұл жерде 200-ден астам құстар мекен етеді. Оның ішіне Қазақстанның қызыл кітабына енген қызғылт қоқиқаз, сыбырлақ және кіші аққулар, қызғылт және бұйрабір қазандар, ақ құйрықты субүркіт, жалпы 20-дан астам түрі кездеседі. Сонымен қатар, бұл көл биоалуантүрлілікке бай, ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Онда тәулік бойы қорғау іс-шаралары жүргізіледі. Бірақ кейбір құстарды тамашалаушылар дронмен келіп құстарды түсіреді. Мұндай әрекетке заң бойынша тыйым салынған. Қаракөлде кездесетін сирек құстардың ішінде халықаралық деңгейде өліп бара жатқан түрлері де бар. Сондықтан Қаракөлді Рамсар тізіміне енгізу ұсынылады. Егер халықаралық мәртебе берілетін болса, Қаракөлде экологиялық туризмді дамуға үлес қосуға болады. Қазір Қаракөлде республикалық мәртебе бар. Алайда бұл оның әлеуетін толыққанды аша алмайды. Егер Қаракөл сулы батпақты алқаптардың Рамсар тізіміне енгізілетін болса, шет елдерінен құстарды бақылаушы туристер келіп, экотуризм дамиды. Ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Қазақстанда табиғатты сақтап қалу әр қайсымыздың қолымызда. Қаракөл халықаралық мәртебеге лайық па? Бұл сұрақтың жауабын сіз шешесіз. Қаракөл бүгінде Қазақстандағы құстардың ең маңызды тұрақты орындарының бірі болып табылады. Мұнда жыл сайын көктемгі және күзгі миграция кезінде 200-ге жуық құс түрі аялдайды. Кейбірі тіпті қыстап қалады. Көлде Қазақстанның қызыл кітабына енген 20-дан астам құс түрі кездеседі. Олардың ішінде сұңқылдақ және кіші аққулар ерекше қорғауға алынған. Сондай-ақ халықаралық қызыл тізімге енген бұйрабір қазан мен ақбасбүйрек те осы аймақта мекендейді. Табиғи маңыздылығына байланысты 1986 жылы Қаракөлге ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесі берілді. Ол Қарақия-Қаракөл зоологиялық қаумалының құрамына енгізіліп, бүгінгі күнге дейін көптеген құстар мен басқа да жануарлардың мекені ретінде сақталып келеді. Өтеген Іңкәр, Күнтуарова Айдана, арнайы Эколайф экологиялық бағдарламасы үшін.